материалларını çekmege vakit geldi. İyi akşamlar. Stüdyada Sultaniye Ситакаева çalışam. Esas adisiye vakayalarga geçemiz. Devlet Dumасы реабилитирилген халықларына ақаретлерден құртармаға ниет етті. Бұл меселенен бағлы қанун лейхасыны мебус Руслан Бальбек ішлеп чықарды. Қанун бойынша репрессияға оғраған ве реабилитация етілген халықларға қаршы айтқан сөзлер, чықышлар ве пропаганда için пара жазасы тәйінленежек. Мебусын фікіріне көре бойлы иләвелер пек керек. Чүнке көтлеви малюмат васталарында Қырым татарлар ве Кавказ халықларының ұлы ватан женкінде хәнетлікте қабатланған видеороликлер ве башқа материаллар актив шекілде дарқатыла. Бойле тарзда жемиетке бұл халықларының реабилитациясына ве умумен бұл милетлерге қаршы менфи мунасибетлер шекілленіле. Ежегодно перед днем незаконной депортации, да и в другие памятные даты, мы видим, как в соцсетях и СМИ распространяются уничижительные материалы, обвиняющие весь народ в пособничестве фашистам. Факты предательства были в истории каждого народа, как и факты проявления героизма. Но обвинять всех людей, разделяя по национальному признаку, недопустимо. Этот прием для разжигания межнациональной розни используют наши заклятые друзья из западных стран, подрывая единство российского общества. Равенство всех народов, формирующих российскую нацию, это монолит государства, и любые, даже самые мелкие трещинки в этом монолите – это угроза национальной безопасности. Именно поэтому эти трещины недопустимы. Пара жазасы 3.000 рубледен 50.000 рублеге же олмасы мүмкін. Жүременің миғдары Русия ватандашы насыл категорияға айыт олғанымен бағлы. Бұндан да ғайры мебуз да бір қанун лейхасыны ішлеп чықарды. Она көре халықларға низбеттен япылған реабилитацияны танымамақ пара яда 20 саатлық мечбури ішнен жазалана біле. Женеби федераль округында çalışқан Русия президентінің Силахетлі векілі огындайки шуранын топлашуында милетлер ара мунасибетлері меселесіні музакере еттілер. Жумхуриет тарафындан видеоконференция бағы вастасынен Қырым елбашчысы Сергей Аксенов иштирак етті. Силахетлі векілі Владимир Устинов қайд еткеніне көре Женеби федераль живарының регионларында милетлер ара вазиеті стабиль. Этниклер арасында ачық зидиетлер қайд еттілмеді. Бұндан ғайры майлеви темен ету проблемлеріні ичтимай тежери олмаған тешкилатларының фаалиетіні, милетлер ара ведени мунасибетлер саасындаки зидиет вазифелеріні огүні япмақ кебі меселелер ақта субет кечірділер. Ахмеджетте кечірілген yol işlerinin yekunlenmesine 3 күн қалды. Шehir memuriyetinde енді хаталар ve нұқсанлықлар jedvelini tızı başladılar. Sonra onu tış hizmetçisine yollacaklar. Bu haqta Ahmedjet şehir memuriyetinin yolbaşçısı Natalya Malenko haber etti. O kaydetkenine көре құруcular бүтін tapılған хаталарını öz paralarına doğurtacaklar. Misal olarak şehir başı yerleştirilgen lüklarının sayısını aytты. Bundan da gayrı Dmitriy Ulyanova ve Sevastopolskaya sokaklarının çaprazında asfalt doğru töşelmegenini ve yağanaklar yağanda bu yerde büyükten büyük golçık peyda olğanını kayd etti. Lakin böyle olğanına göre tış hizmetçisi bu yerinin problemasını endi öz paralarına doğurttu. Sokak yarığı su problemaları, yollar ve tuğan tilde tahsil alу meseleleri. Kırım Tatar halkının Kırım adlı region ara cemaat hareketinin prezidium vekilleri Karasu Bazar rayonu 5 aran otar koyunun sakinlerinden görüştüler. Bu ziyaretten son bir şeyler denişer mi, yok mu? Bunu muhbirimiz Ayşe Шлакова біле. Вот Санновки основные актуальные вот эти два вопроса: дорога и свет. Электрик кергенлигинен олған дөнішмелер Карасув базар районының esas meselelерден бірадыр. Алевке көйінің сакинлері кергенлік алчақ олғаны себебінден инсанлар цивилизация неметлерінден рет етелер деп шикет етелер. Шу жүмледен көлілерінің евдеки турмуш техникасы да көйе. Yollar ise bu ayrı bir mevzu, дей yerli сакинлер. Дорога, которую делалась последний раз лет 12-14 назад, то есть отсыпали тырцой грунтовую дорогу, и она хватила на 12 лет, допустим. Если еще раз отсыпать,
она еще на 20 лет хватит. Отсыпать не надо асфальт. Сув 2 суткада бір кере берілі. Ода базы вақыт ава толы келе. Электриканен проблемлер. Бусуаллернен 5 ран отар койының сакины Сетия Уронов Қырым татар халқының Қырым адлы регионара жемат әрекеті президиумның векилерінен кой сакинлері адындан Курышевге келді. Жематчыларнен более Курышевлер пек керекледір деп айта. Жемат үшін де çok faydalı. Bu adamlarga endi kısmet olsa Allah yardımcı olsun. Bizlerge de ular yardım etse, bizlerin ularga da çok sağ olay tarih. Курышев 5 ран отар койынды олып кечті. Ләкин топлашывға яқын көйлерінің сәкінлері де тәшриф бұйырдылар. Президиумның башы Февзи Кубидинов и жемат әрекетінің азасы Рустем Тагаров епісі проблемлерінің дінледілер. Олар огренген проблемлеріні Жұмхурет реберлігі огынды сеслендірежеклеріні ваде еттілер. Қырым бойынша аласметен не қадар чарим олacak. Баражам, лаф етежем, жематнен көршежем, аласметсе. Бұнен бір сырада район сәкинлері нақылетнен олған проблемлер ве бала бақчаларында билингваль группалар олмағаны ақта да сөз үрсеттілер. Топласақ, иншалла, Аллах yardımcı olsun cümlemizге. Bütün gerekli problemlerimizi çözmek mümkün olur деп sayam. Hepinize hatırım hoş, sağ olunuz. Қырым татар халқының Қырым адлы регионара жемат әрекетінің президиумы азаларының чықыш топлашуы ватандашларының истегінен өткерілді. Келечекте бөлекі зияретлер Қырымның башқа регионларында да кечірілежек. Айша Шолокова, Владислав Кравцов, Миллет Ичон. Түркияде Қырым татар медениетінің күнлері кечті. Бойлет бір Қырым Русия еркеніне кірген сон бірінші кересі кечірілі. Тешкелятчы Түркия Қырым татарлары медениетті жемиетлерінің федерациясы ве Қырымның иш медени меркезі. Миллет телеканалының мұхберлері де тедбірде чалышалар. Олар шымды тедбір ақталевға азырлайлар. Қайт етмелейке Русиядегі ilk Қырым татар телеканалының векілері ярмадамызның зиманеви аяты ақта фильм тақдим еттілер. Бұндан да ғайры бұ мерасим черчевесінде фотосергілер хан сарайының реставрация ақта малюмат медиа меркезінің хадимлері есе туған тілімізді эдебиятының нумайыш еттілер. Тавсилатлар бізім невбетті кейайынымызда бекленілі. Қырым байтақтында милетлер ара мұнасибетлері бойынша комитетінің топлашывы олып кечті. Курышев девамында мебуслар девлет милетлер ара комитеті ве милли медени мұхтариетлер арасында олған бақ тесірлешу ве иш ақта лаф үрсеттілер. Ичкі райондаки милетлер ара мұйетіне де диққат айрылды. Қайт етмелейке Қырымда 80 ерле ве 14 регион ара милли медени мұхтариетлер ресмелештірілген ве чалыша. Емде этник ара ве милетлер ара муабетлік шекілленуі черчевесінде миллет телеканалының иші ақта сөз үрсетілді. Я думаю, что, может быть, мы и в ближайшее время соберемся, обсудим, поскольку необходимо вопрос понимания того, как мы будем наполнять, какой это будет формат, допустим, либо это будет еженедельная, либо ежемесячная какая-то программа, что она будет, как говорится, какого формата это будет мероприятие. Мы готовы как бы рассмотреть, чтобы совместно обсудили и приняли решение. Шарап япылывы ве езімджилікнен оғрашқан 5 инсандан ибарет иет Москваға yol алды. Олар меслердешлерінің менфаатларыны енді декабрь 20 күні Русия Федерациясының Жұмхури палатасының умуми діңлевлерінде тақдим етежеклер. Оларның фікіріне Корея лицензия тешкеру ве шарапчылықның фаалиеті бойынша талаплар сәділештірілмек керек. Қырым шарапчылар бұл фікіріне Қырым Жұмхуриет палатасының көрішівлерінде ифаде еттілер. У нас планируется принятие закона не просто о виноградарстве на деле. То есть в настоящее время вообще нету ни одного нормативного акта, который регулирует виноградарство. Но еще и плюс виноделие, то есть это как минимум должен быть новый закон о виноградарстве, и плюс еще он должен регулировать виноделие, а в частности установить иное регулирование, чем 171 ФЗ. Кой хожалық истисалжыларының фікірлеріне көре бұл қанун пек мұйымдыр. Чонки юзымжелік ве шарап япылығы Қырым Жұмхуриетінің кой хожалығында эсас сағаларындан бірідір. Если объединить позиции не только Крыма, но и Дагестана, Ставропольского края и других субъектов, в которых развито виноделие и виноградарство, то шансы имеют место быть. Но насколько они велики, это нам ответит только Государственная Дума. Қырым Муедислік ве педагогика университетінде ачық қапылар күні олып кечті. Абитуриентлер üçün тантаналы концерт тешкіл етілді, студентлер есе ось факультетлеріні тақдим еттілер. Тавсилатлыжа мұхбирымыз Наджия Исаева біле.
Университеттің ачык капылар күні мөһим вакыядыр. Абитуриентлер үшін бу айры ерде турган байрамдыр. Чөнки айны бу тедбирден соң мезун олачак талебелер шо мөәссисеге кирежеклерми жокму деген карарларны алалар. Onun үчүн Кырым мөһандислик педагогика университети бу күнгө жидди азырлана. Бинага киргенинен тедбирдин максаты бирден беле ола, иш кайнай. Бу күнгө студенттер өз факультетлеринин тагдимнамелерин пек жиддилик менен азырлайлар. Истегенлер үчүн мастер-класслар кечириле. Эң мераклы маалымат электротехник факультетинин мейданында көстөрүлө. Санадаки чыгышта санаат факультетинен тек эң гүзел студенттер дегилди. Олардын ожасы бейли Кырым татар рисамы Ирфан Нафиев да булунду. О эминлик менен онун шегиртлери окууну муваффакият менен битиргенлерин кайд этти. Олар өз сергилерин тек Кырымда дегилди, Ярымададан тыш жерлерде де кечирелер. Bir kaç kız ve yigit üniversitetini muvaffakiyetinen bitirdiler ve aman esen çalışalar. Öz işlerini Kırım'da ve başka memleketlerinin şerefli sergilerinde ve internet vasıtasından numayiş eteler. Musafirlerinin kuler yüzünden üniversitetinin reyberleri, fakultet dekanları, yaxşı mutexassislar olgan mezunlar ve icadi kollektivler karşılap aldılar. Sonkileri ise küçük konsert programmasını da hazırladılar. Oyun ve yer çıkışları koruşuvunu bayram muhitinen keçirmege yardım ettiler. Rektorun çıkışı açık kapılar gününün en mühim dakikası oldu desek olur. Bu üniversitet başka ali okuv yurtlardan nenen farklanğanı haqda bir-iki sözden aytıp berdi. Bu yerde alıngan bilgilerinin kıymetini ve mezunlarını ogdi nasıl gelecek beklengenini de anlattı. Binlerce studentler için Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti onun ikinci evi oldu. Bu yerde ilimge mühim dikkat ayrıla. Konser devamında yurtun erişmeleri haqda toxtamadan söz sürsetildi. Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetinde açık kapılar günü bayağı abituriyentler için meraklı ve semerili geçti. Endi düşünmek ve doğru karar almak için onlardan vaxtları var. Naciye Isayeva, Eldar Zayitov, Millet için. İçki rayonunun yanı Церюхталь көйінде yanı yangınlıq bölüge açıldı. Mında endi 13 kurtarıcı nöbetçilikке turdılar. Olarının nezaretinde 7 mesken yer buluna. Yanı hadimler maksus talimat keçitiler ve en ağır vazifelerini becermege hazırlar. Bölükte maksus teknika da var. Olarının sırasında 2,5 tonna su taşıgan araba, alevnen körüşmek için gerekli aletlerini de aytmaga mümkün. Muzikal orkestr, şakalar ve unutulmaz sanalaştıruvlar. Kırım Tatar Drama Teatrı öz programmasını yanı mevsimini açtı. Artistler, seyirciler için miraklı premyera hazırladılar. Onu bizim muhbirimiz Muhammed Zikriyayev gördü. Devamlı hazırlanuvlar sonuna yetti. Nihayet artistler sanada, erkekler ve kadın kızlar arasında münasebetler ve Kur'an başı kim olmak gerekligi haqda premyera seyirciler için adetten tış oldu. Artistler musafirlerini şaşırtmaktan gayrı unutulmaz suratlar bağışlamağa karar aldılar. Bu onların esas maksadı oldu. Bilesiniz, bu bizim için bir imtihandır. Çünkü her bir premyera bu imtihan aktörler için, bizim adaşlarımız için, orkestr için, albarcılar için. Çünkü nasıl seyirciler buna bakacaklar, beğenecekler mi, beğenmeyecekler mi? Bizim özümüz profesyonellik tarafından yüksek seviyede gösterip olacağımız mı, olamayacağımız mı? Bu ben bilesem bizim için böyle bir adımdır. Sanada 150 iştirakçı orkestr, oyuncular ve yerciler. Olar sinxron şeklinde çıkışta bulunalar. Kolay değil çünkü mında bir kısım olmasa ikincisi de çıkış yapıp olamaz. Seyirciler böyle adetten tış sanalaştırmanı görmek için Kırım'ın çeşit regionlarından geldiler. Konsertin pek beğeniyik. Maşallah bizim halka. Allah sağlıklarını versin. Allah yarabım tinçlik olup herkes Kırım'a kayıp gelip öyle konsertler geçirmek kısmet etsin. Мне очень понравились скетчи, которые ведущие делают между собой. Очень интересно, как бы подбадривает зрителя, то есть зритель участвует в сегодняшнем концерте. Новые артистки молодцы.
Артистлер бір қач ай девамында азырлықлар яптылар. Премьера 2 саат девамында кечті бұсынки саналаштырув дегіл. Әнді кележексіне жемхуриетіміздің сәкенлері яны программа беклей. Қатырлатмақ керек ки кележексіне театр елі деп илан етілді. Мухаммед Зихиряев, Владислав Кравцов, Милет үшін. Ақярда ерлешкен профессор Изиддинов адына Қырым татар медениеті ғайрыдан тікле фондында әмели санат ұсталарының ең яқшы ішлері бойынша Рей Беровның 2-ші туры башланды. Ұсталар тек милли нағышчықларының огренмектен ғайры ярышларда тешкіл етелер. Ұсталарыны тәсіл алғанлары үшін тешікір нәмелер ве сертификатларынан тақдерленділер. Бұндан да ғайры бір ел іші ұсталарына Қырым татар қадеми орнеклері бойынша ұсылы қоланма берілді. Заочное голосование будет проходить. Сайлав, одноклассники, ве Facebook чтемаяғларда кечежек. Біз ұсталарымыздың ішлеріні интернетте имзасыз ерештірежекміз. Инсанлар кіріп лайклар ве тефсірлер қалдырачақлар ве біз сон интиже чықарачақмыз. Хатырлатамыз, Франко адына китапханесінде декабрь 4 күні фондының ұсталары өзлерінің ең яқшы ішлеріні тақдим еткен еділер. Ішлерінің сайысы 300-ден зияды еді. Сергі бір авта девамында çalışты. Бұндан да ғайры экспонатларының арасында бірінші сефер терек ве демірден санат ішчілер, жам үстінде орнеклер ве чөлмекшілі мақсулатлары сергіленген еді. Большой потенциал вообще. Қырым татар миллетінің ижади фаалиетте имканлары бұйықтыр. Ве мына шымды сон кесенелері бұл имканлар корының башланды. Генчлерге бұйық диққат айрыла. Осмырлеріне де бойле мектептерге yollaylar ве нетижеде амели санат мақсулатлары яратыла. Ратлық күнлері сененің ең сас вақасы олып кечті. Милет телеканалы тантаналы суретте Милет менлігі 2018 ярышының ғалиплеріні тақдирледі. Тедбір енді 2-ші кересі кечірілі. Номинантлар пара мүкафаты ве қиметлі идеялерінен наил олдылар. Бұндан да ғайры Милет телеканалы байрам концертіні де тешкіл етті. Мирасим Девлет Дума мебусы Руслан Бәлбекнің тешебісі еле кечірілі. Концертінің толу шекіліні біздің каналымызда елбаш гедесі сейір ете білесіңіз. Пауэрлифтинг бойынша Кубок Олимпа адлы чемпионаты Қырымның епісі регионларындан 100-ден зияде пелеванларыны топлады. Ярышта штанганың чешітлері ве көтерілу усулары көстерілді. Иштиракчыларының арасында қадынлар да бар еді. Тәфсилатлы және бетті келев хамызда. Қырымда енді 3-ші кересі пауэрлифтинг бойынша Кубок Олимпа ярышы кечерілі. Бұл сене бұтын ярмададан 100-ден зияде спортшы топланды. Бұл ерде оларны бір мақсат бірліштіре, ғалибе мақсады. Данное мероприятие оценивается, во-первых, в 2 категориях мужчины и женщины. И в каждой категории среди мужчин и женщин есть весовые категории. Победитель определяется по специальной формуле. Формула Вилкса. То есть это соотношение поднятого веса к своему собственному весу. Для мужчин и для женщин формула, коэффициент разный. Бұл спорт чешіті чоқтан енді тек еркеклер үшін дегел. Ел-елдан пауэрлифтингнен оғрашқан қадынларының сайысы да арта. Оларының әрбірінің мақсадлары ве тарихлері фарқлыдыр. Кемірлері бұл спортқа қияфетіні güzelleştirmek үшін келгенлер sonra есе профессионал спортчылар олдылар. Башқалары есе әркезден күчлі олмаға істеділер. Меня всегда привлекали спортивные девушки, которые поднимают большие веса. И моя задача это сопоставить, то есть соединить вместе красоту и силу. Чтобы поднимать и идти дальше, нужно иметь очень большую силу воли и характер. Ярыш бір қач категорияға бөлінді, яғни ятып штанга көтермек, классик ярыш турып экипировкалы ве экипировкасыз штанга көтермек. Ғалибе оғрында яш спортчылардан ғайры 20 еллық тәжірибесі олған спортчылар да көріштілер. Аппетит приходит во время еды. Сначала была мотивация выполнить кандидата в мастера спорта. После этого поставил задачу выполнить мастера спорта. После этого, когда выполнил мастера спорта, появилась мотивация бить рекорды Крыма. Я являюсь сейчас рекордсменом Крыма в жиме лежа и на каждых соревнованиях пытаюсь улучшить какие-либо рекорды, если это возможно. Бұл спорт чешітінде айны заманда әм қолайлы, әм де мүреке болла. Ким зияде жағырлық көтерсе, о ғалип шыққан киби көріне. Ама бұл іште инжеліклер чок. Беденің вазиеті штанга көтерівнің вақыты бұндан да ғайырлы азырланув да чок вақыт ве күч ала.
с целью популяризации спорта в Крыму, для привлечения новых спортсменов. Этот турнир проводится уже 3-й раз. В прошлом году его не было, а так уже с 2015 года уже каждый год проводится, раз в год. Планируем каждый год, вот в середине декабря примерно, каждый год будет Кубок Олимпа. Yarımadanın sportif hazırlanışı çok çempionlarını terbiyeledi. Onların bir kısmı memleketimizden kıta kısmında ve çetelde de en yaxşı neticeler gösterir. Onlar öz vatanını Kırım'ını gururundan takdim ederler. Enver Ablaziz, Sevil Ablatipova, Hasan Zivadinov, Millet için. Bu ilelikten yayınımız sonuna yetti. Men sizge iyi akşamlar dileyim, sağlıkla kalınız.